Көп балалы, аз қамтылған жанұяларға көмектесу. Сіздер енді қазіргі таңда білесіздер, әлеуметтік атаулы көмек деген бар. Төленетін оның мөлшері мынау ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты. Қазіргі таңда көп көтеріліп жүрген сұрақтардың біреуі осы төменгі күнкөріс деңгейін көбейту. Яғни осы уақытқа дейін, бірінші күнге дейін, егер оның төменгі несі 50%-дан еспелетін болса, 14.849 теңге болатын болса, қазір ол 20.789 теңгеге көбейтілетін болады. Қазір енді бұл көмекті 571 мың адам алып отыратын болса, енді ол көмекті ең кем дегенде 830 мың адам алатын болады. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар, бюрократияны азайту деген. Қазір осы жанұялар мына осындай атаулы көмекті тағайындау үшін бір құшақ қағаз жинайды, жүреді, сол ары-бері. Соны енді азайту үшін қазір мына бізде халық деген информациялық система бар. Сол система арқылы жұмыс істейтін болады. Жұмыс істейтіндер мынау жұмыспен қамту орталықтары, ауылдардың, аудандардың, қалалардың әкімшіліктері. Егер ол азаматтың, болмаса азаматшаның құжаттары жетпейтін болса, сол құжаттарды беретін мемлекеттік органдардан сол мәліметтерді алып, оларға тағайындайтын болады. Жанұялардың табысын есептеген кезде кейбір жәрдемақыларды есептемеу. Мына жерден өздеріңіз енді көріп отырсыздар, алатынына жәрдемақылар бұдан шегеріліп тасталынады. Оған қосымша мынау алтын алқа, күміс алқаға ие болған аналарында жәрдемақысы, мынау мүгедек балдарға алатын жәрдемақы, одан кейін стипендия осы табыстан шегерілетін болады. Одан кейінгі мынау жалпы осы атаулы әлеуметтік көмектің төленуі. Қазіргі таңда бір балаға 4.834 теңге төленіп келетін болса, енді әрбір балаға 20.789 теңге төленетін болады ай сайын. Бұған қосымша, егер сол жанұяның балдары оқитын болса, онда сол оқу бітіргенше 23 жасқа дейін оларға да осындай жәрдемақы төленетін болады. Төменгі жалақы алатын бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы 1 шілдеден бастап 30%-ға өсетін болады. Бұл негізінен мәдениет, білім, денсаулық, спорт салалары. Біздің енді жобамыз бойынша ең кем дегенде 1 миллионға жуық қазақстандықтардың жалақысы көбейетін болады. Оған қосымша 1-2 разряды бар төменгі жұмыс істейтін кісілердің де жалақылары 30%-ға көбейетін болады. Ол енді олардың еңбек стажына байланысты болады. Оған қосымша ауыл әкімшілігінде, аудан, қалалық, облыстық әкімшіліктерде жұмыс істейтін төменгі жалақы алатын азаматтардың да жалақылары 25%-ға көбейеді.